Астанада 5-ші жартылай марафон өтті. Шараға мыңнан астам қазақстандықпен қатар шетелден келген қонақтар да қатысты. Жарыстың бас демеушісі Халық банк. Марафонда банктың өзінен 100-ден астам қызметкер жүгірді. Олар Қазақстанның барлық қалаларындағы филиалдардан келген. Айтулы шараның ерекшелігі туралы әріптесім тарқатады. Кеше Астана ерекше атмосфераның құшағында болғандай таңмен таласа Қазақ елі монументінің алдына мыңнан астам желаяқ жиналды. Қала тіпті ұйқыға жатпағандай таңғы 6-дан кіл мықтылар 21 шақырым жүгіріп өту үшін сапқа тізілді. Топқа бөлінген дарабоздарды жай жатпады. Бірі ұйымдастырушылар арнайы көлегейлеп қойған орындарда тынықса, ал қонақтар үшін түрлі қызықты шаралар ұйымдастырылды. Біреулер ойын ойнады, аниматорлар басқаларының көңілін аулаумен болды. Сөйтіп жүргенде желаяқтардың алғашқы легі мәре сызығына жетіп ақ қойды. Қытай Құлжағадасынан болам. Астана марафонына екінші рет қатынасым. Бүгін 3-ші орынды алдым. Өте қуаныштамын. 3-ші орын енді қуаныштамын, бірақ уақыт ойдағыдай болмады. Астана марафон ұйымдастырған өте күшті, керемет, өте ұнады. Тағы да Астана халқы өте қонақшыл қауым, жолдың екі шетіндегі адамдар қуат беріп, қайрат беріп. Ал мұндай айтулы шараның бас демеушісі Халық банкі. 10 жылдан бері түрлі спорттық жарыстарға қолдау көрсетіп келе жатқан мекеме бүгінде қалыс қалмады. Были, можно сказать, у истоков зарождения вот такого марафонского движения. Лет 10 поддерживаем. У нас тоже здесь есть халыковские команды, которые активно участвуют, выступают. Это вот Якиден команда. От Халыка участвует больше 100 человек. Для нас, наверное, это больше история вклада в спортивную культуру, потому что вот в любом случае, как в финансах, так и, наверное, в работе над собой очень важна вот такая марафонская выдержка. Халық банк басқарма төрағасы орынбасарының айтуынша мекеме марафоннан бөлек волейбол, баскетбол, тағы басқа спорт түрлеріне үнемі қолдау көрсетіп келеді. Ал Астанадағы марафонда спортшылар өз күшін 4 бағыт бойынша сынады. 21 және 10 шақырымдық жүгіру, скандинавиялық жүріс және экиден командалық эстафетасы. Гүлназ Сайлауқызы, Ерлан Сарманов, Атамекен бизнес.